Номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжі. Бастауыш білім беру. Ағылшынша білімі бар бастауыш білім беру мұғалімі. Мектептегі байқау практикасы. Практика жетекшісі Садибекова Сәуле Санибековна. Практикант Рымбекова Шырын Қайырбекқызы. Математика пәні 2 сынып. Сабақтың тақырыбы құрама есептер. Topic of today is lesson. Оқу мақсаттары. Санды бірнеше есе арттыру, кемітуге, еселік салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және салыстыру, көбейту мен бөлудің белгісіз компоненттерін табуға, екі амалдан тұратын есептерді талдау, тура және жанама тұжырымдарымен берілген есептерді талдау және шығару, кері есептерді құрастыру және шығару. Бағалау критерийі. Екі амалдан тұратын есептерге талдау жасай алады. Оларды шығаруды үйренеді. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Қайырлы күн, балалар. Good afternoon, children. Психологиялық ахуал, psychology climate. Оқып, менімен бірге қайталайықшы. Good afternoon, my friend. Have a nice day. Our holiday, good look. Our prize, have a great 5. Жарайсыңдар. Ендеше, сабағымызды бастамас бұрын, сабағымызда кездесетін сөздерді қазақша және ағылшын тілінде айтып көрейікші. Құрама есептер, composite reports. Шарты, contract. Сұрағы, question. Жауабы, answer. Балықтар, fish. Құстар, birds. Жануарлар, animals. Түлкі, fox. Хайуанаттар бағы, zoopark. Енді осы аталған сөздерді дәптерлерімізге түртіп алайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрама есептер және де Алматыға саяхат. Composite reports and excursion to Алматы. Бүгінгі сабақта біз тек қана санаумен ғана айналысып қоймай, сондай-ақ Алматының тағы да бір көрікті жерін хайуанаттар бағымен танысатын боламыз. Балалар, құрама есептер дегеніміз не? Жарайсыңдар. Құрама есептер дегеніміз екі не одан да көп амал арқылы шығарылатын есептерді құрама есептер дейміз. Құрама есептерді ағылшын тілінде айтып көрейікші. Composite reports. Балалар, сендер білесіңдер ме? Қазақстандағы алғашқы зообақтардың бірі Алматы хайуанаттар бағы. Оның құрылғанына 80 жыл болды. Хайуанаттар бағы зоопарк. Ендеше, оқулықта берілген бірінші тапсырмаға қарайық. Есептеп, хайуанаттар бағында жануарлардың әр түрінен нешеуі бар екені анықта. Осы тапсырманы кубизм әдісі арқылы орындайықшы. The method of cubism. Осы тапсырманы орындасақ, хайуанаттар бағында құстар, балықтар және жануарлардың қанша бар екені анықтаймыз. Балалар, бұл есеп қанша амалмен шығарылады? Амалдардың орындалу ретін ескерсекші. Өте дұрыс, 3 амалмен шығарылады. Бірінші амал бізде көбейту. 3 пен 5-тің көбейтіндісі қаншаға тең? Жақсы, 15-ке тең. Екінші амал бізде азайту. 100 пен 15-тің азайтындысы қаншаға тең? Жарайсыңдар, 85-ке тең. Үшінші амал бізде азайту. 85 пен 2-нің азайтындысы қаншаға тең? Тамаша, 83-ке тең. Жауабы, хайуанаттар бағында балықтардың 83 түрі бар. Ендеше балалар, балық деген сөзді ағылшын тілінде айтып көрейікші. Fish.
Екінші тапсырма. Ойлан, жұптас, бөліс әдісі арқылы біз мәтінді есептермен танысамыз. Ол үшін мәтін мазмұнымен танысайық. Бірінші турда 14 түлкі бар. Бұл екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Екі турда барлығы неше түлкі бар? Енді оқулықта берілген сызба бойынша мәтін мазмұнындағы берілген мәліметтер мен ізделінді мәліметті анықтайық. Бізге белгілі, бірінші тордағы түлкінің саны 14, бұл екіншісіне қарағанда 2 есе артық. Біздегі ізделінді мәлімет екінші тордағы түлкінің саны және де барлық түлкінің саны. Балалар, бұл құрама есептің ішіндегі жанама түрдегі берілген құрама есеп. Бұл мәтінді есеп қанша амалмен шығарылады? Жарайсыңдар, 2 амалмен шығарылады. Бұл құрама есепке жата ма? Иә, балалар, бұл құрама есепке жатады. Ендеше шешуін шығарайық. Бірінші амал бізде 14 пен 2-нің бөліндісі қаншаға тең? Жақсы, 7-ге тең. Балалар, біз нені таптық? Өте дұрыс айтасыңдар. Екінші турдағы түлкінің санын таптық. Екінші амал, барлық түлкінің санын табу үшін бірінші турдағы түлкінің санын екінші турдағы түлкінің санына қосамыз. Яғни 14 пен 7-нің қосындысы қаншаға тең? Жарайсыңдар, 21-ге тең. Жауабы 2 турда барлығы 21 түлкі бар. Ендеше балалар, осы есепте кездескен сөздерді ағылшын тілінде айтып көрейікші. Шарты, контракт, сұрағы, question, жауабы, answer, құрама есеп, composite reports, түлкі, fox. Балалар, енді оқулықта берілген 5-ші тапсырмаға қарайықшы. Хайуанаттар бағының сызбасына қара, бақтың ұзындығын сантиметрмен өлше. Дәл осы тапсырманы өз бетімізше орындап көрейікші. Бізге керекті құралдар карандаш және сызғыш. Бақтың ұзындығын өлшеп болсақ, енді жауабымызды бірге тексеріп көрейік. Хайуанаттар бағының ұзындығы 40 сантиметр екен. 40 сантиметрес. Кері байланыс, feedback, жетістік баспалдағы әдісі арқылы кері байланыс жасайықшы. Мен сендерге бүгінгі сабақта өткен құрама есептер жайлы сұрақтар қоямын. Бірінші сұрақ, құрама есептер дегеніміз не? Жақсы. Екінші сұрақ, хайуанаттар бағы ағылшын тілінде қалай аталады? Керемет. Үшінші сұрақ, хайуанаттар бағында балықтың қанша түрі бар? Жарайсыңдар. Төртінші сұрақ, құрама есептерді ағылшын тілінде қалай айтамыз? Жарайсыңдар. Бағдаршам әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды бағалайық. Егер де бүгінгі сабақты түсінсеңдер, қызыл түсті. Егер де бүгінгі сабаққа деген сұрақтарың болса, сары түсті. Ал бүгінгі сабақты түсінбесеңдер, жасыл түсті және де қайталауды ұмытпаймыз. Қош сау болыңдар. Goodbye.